Сәлем достар, бүгін біз ағылшын тілі грамматикасының өткен шағын қарастырамыз. Past simple tense. Каналыма тіркеліп, комментарий жазып, лайк басуларыңызды сұраймын. Шақ етістігі қарапайым өткен шақта болған іс-әрекетті білдіреді. Past simple tense оқиғаның өткен шақта болғанын айту үшін саған етістіктің екінші формасын көмектеседі. Барлық етістіктер дұрыс және бұрыс болып бөлінеді. Дұрыс етістіктер, мысалы, like ұнату болса, ұнаттым болса, ұнатқан өткен шақта айтыс болсақ, liked, еді жалғаймыз. Watch, watched, play, played, count, counted. Ал енді бұрыс етістікке келсек, sleep, ұйықтау болса, ұйықтады, slept болады. Swim, swam, go, went, have, had. Өткен шақта білдіретін үстеу сөздер. Yesterday, кеше. The day before yesterday, алдыңғы күні. Last month, өткен айда. Last year, өткен жылы, былтыр. Last week, өткен аптада. A year ago, жыл бұрын. A week ago, апта бұрын. Мысалы, салыстырып көрейік. I go to school every day. Мен мектепке күнде барамын. I went to school yesterday. Мен мектепке кеше бардым. Boys play football. Ұлдар футбол ойнады. Girls played volleyball. Қыздар волейбол ойнады кеше. Grandma watches TV in the living room. Әжем телевизорды қонақ бөлмеде көреді. Mom watched a film. Анам кино көрді. Кеше не істегеніңді достарыңа айтып көр. Мысалы, мынандай көмекші нелерді аламыз, сөздерді аламыз. Remember, есінде сақта, сұрақ қою үшін, не болымсыз сөйлем жасау үшін көмекші did етістігін шақырамыз. Мынандай сөйлемдерге мән берейік. Мысалы, a cat slept yesterday. Мысық кеше ұйықтады. Did a cat sleep yesterday? Мына сөйлемге қарасаңыздар, сұраулы сөйлемге. Бұл жерде slept емес, ал sleep, яғни бастапқы формасы келеді. Және де did көмекші етістігі келіп тұр. Мысалы, мынандай сөйлемді, осы сөйлемді болымсыз сөйлемге айналдырақ. A cat did not sleep yesterday. Sleep, яғни көріп тұрғандарыңыздай sleep бастапқы формасы келді де, ал did көмекші етістігі келді. Яғни slept'ің өткен шақ формасы did'қа ауысып кетті. Сұрақ қойып көрейік. My father went to the cinema yesterday. Did my father go to the cinema yesterday? His sister bought a new dress last week. Did his sister buy a new dress last week? A dog ate a bone. Did a dog eat a bone? Қарап тұрғандарыңыздай, өткен шақтағы етістіктің бастапқы формалары сұраулы сөйлемдерде өзгеріп, бастапқы формасын алып кетеді екен. Байланыс етістік сөбей. Өткен видеоларымда қарап көрсеңіздер, мына форманы біз міндетті түрде есімізде сақтауымыз керек. I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Сөбей етістігін тағы да есімізге алып көрейік. Сұрақты қалай қоямыз? Was he happy? Were they happy? Thank you very much for attention. Назарларыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.